Сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары, бүгінгі видеода 3-ші тоқсанның бұл жұпы екіншісіне талдау жасайтын боламын, яғни holidays and travel бөлімі. Бізде 6-ші юнитқа арналған тапсырма. Бұл жерде бірінші тапсырма бізде task 1 reading арналған, яғни оқылымға арналған тапсырма. Read the text below and complete the task. Тексті оқы және астындағы тапсырманы орында дейді. Summer holidays. Бірінші текст оқитын болсақ, I always enjoy summer. Мен үнемі жаздан ләззат аламын дейді. Do you сенше дейді. In summer жазда I like to relax and forget about school. Мен жазда өте емін-еркін боламын және мектеп жайында ұмытамын дейді. I don't have to get up early and I can see my friends anytime I want. Және мен азанда таңертең ерте тұрмаймын және достарымды қалаған кезімде көре аламын дейді. I like to spend my holidays with my parents. Мен жазды өзімнің ата-анаммен бірге уақыт өткіздім дейді демалыста. We usually go somewhere with our parents. Біз үнемі өзіміздің отбасымызбен ата-анаммен әртүрлі жерге бардық дейді. We love to swim. Lie in the sun, but most of all I prefer going camping. Біз жүзгенді жақсы көреміз және күнде қыздырынамыз дейді. Бірақ мен кемпинг деген жаздық лагерь, яғни тауға саяхатқа шыққанды ұнатпаймын дейді. We go to different places in Britain and sometimes abroad. Біз Британияның көптеген жерлерінде болдық дейді. In Britain, I like going to Devon, Somerset and Scotland, but my favorite place of all is Yorkshire. It has lovely countryside and fantastic of buildings. The only problem is the weather. Last summer, өткен жазда, I had 2 holidays. Мен саяхатқа екі жерге бардым дейді. One was in Somerset. Оның біреуі Somerset in a little village by the sea. Көлдің алдындағы өте үлкен жер дейді. And another was in Naples. Енді екіншісі Naples дейді, Италия жеріндегі. I went with my mother to Italy by train. I was unforgettable дейді. Яғни сұрақтарға жауап береміз, яғни true or false, дұрыс емес деп жауап беру керек. Бірінші, Sam find summer an enjoyable season. True. Мыналар жазып аламыз. Келесі, екінші тапсырма бізде writing. Жазылым бөліміне айналған. Task 2. Write a postcard to a friend, include greeting and the closing sentence. Use present continuous tense. Яғни досыңа арнап сәлемдеумен басталып және қостасумен аяқталатын хат жаз дейді. Ол хатты present continuous шағында жаз дейді. Яғни мына жердегі сөздерді қолдансақ болады. Ендеше тапсырманы орындайық. Dear Ақмаржан, яғни қымбатты Ақмаржан дейді. Бұл жерге өзіміздің досымызды жазсақ болады. Hello, how are you? I hope you fine. Сәлем, жағдайың қалай? Мен сенде бәрі жақсы деп ойлаймын дейді. I am doing my homework and I am staying at home. Мен өзімнің үй жұмысымды орындап жатырмын және мен үйдемін дейді. In our city the weather is good. Біздің қаламызда ауа райы өте керемет дейді. It is cloudy and warm. Ауа райы жылы және бұлтты дейді. It is not windy. Және желді емес дейді. Today I am going to watch film with my family on TV. Бүгін мен отбасыммен теледидардан фильм қарағалы жатырмын дейді. Now tell me about yourself. Қазір сен маған өзің жайлы айтып бер. What are staying? What's the news дейді. Қандай жаңалықтар бар дейді. Яғни тапсырманы осылай орындаймыз.